Үшінші бөлім. Қолда бар тағдырдан бақыт жасап ал. Саналы өмір сүру. Саналы өмір сүру дегеніміз не? Ешкімге зияныңды тигізбей, толыққанды өмір сүру саналылықтың белгісі. Төрт құбыласы түгел адам өзінен артылған байлық пен білімді айналасына таратады. Өзі амал еткен білімді өзгелер де амал етсін дейді. Байлықтың зекеті өлшеулі болғанымен, білім зекеті толық тарату. Білгеніңді ортаға салу. Адал табыс тауып, соның игілігін көру. Әр пенденің қолынан келер сауапты іс. Абай атамыз айтпақшы, өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Саналы өмір деген сол. Адамды саналы өмірге өмір жолындағы жиған құндылықтарды жетелейді. Құндылық дегеніміз не? Сіз құндылықты қалай түсінесіз? Құндылық – сіз бен біздің алға қойған мақсат, арман, тілегіміз һәм таным түйсігімізден туатын дүние. Өмірде не нәрсеге басымдық берсеңіз, сол сіздің құндылығыңыз. Бұл таңдау адам баласының болмысын ашып, тұтас өміріне әсерін тигізеді. Сеніміңіз, өмірде ұстанатын қағидаларыңыз, түсініктеріңіз сіз үшін не нәрсенің құнды екенін айқындап, анықтап береді. Адам не нәрсені өмірінің өзегі деп таныса, соны басқа тілегінің бәрінен биік қойып, аса маңызды санаса, сол нәрсе ол үшін құндылық. Түбірі құнды деген сөз екенін аңғарсақ, бұның адам үшін ауадай қажет, қымбат екенін көрсетеді. Адамның құндылығына қарап, оның болмысын, нені қалайтынын, нені көксейтінін бағамдауға болады. Бір әттеген айы, қазіргі заманда елдің көбінің мақсат мұраты бар ойлағаны, арман тілегі ақшаға тіреледі. Күні-түні ойлағаны табысын еселеу, қайтсе де байып кету. Сананы тұрмыс билеген заман. Материалдық құндылық адам бойын билеп алса, адам не нәрсеге де немқұрайлы қарай бастайды. Айналасында болып жатқан жағдайларды бағамдаудан қалады. Қалағандай байлыққа жетпесе көңіл күйі өзгеріп, агрессия мен апатияға бой алдырады. Ең қорқыныштысы да осы. Адамның ойы тек бір ғана нүктеге кеп тірелгенде, отбасы, жақындары, туыстары, достары ұмыт қалады. Өзге құндылықтар ақсап, назардан тыс қалып жатады. Айналаңызға бір сәт зер сап қарасаңыз, ондай адамдарды көптеп көруге болады. Кейде адамның ойы басқа біреудің құндылығына ауып кетіп жататын оқиғалар кезігеді. Оны өзі де байқамауы мүмкін. Мұндай шақта адам өмірін, тұрмысын өзгелермен салыстыра бастайды. Қызғаныш, көре алмаушылық сынды жағымсыз сезімдер де осындайдан пайда болады. Ең өкініштісі, біреумен бақталасып жүргенде өз өміріндегі маңызды дүниелер қалтарыста қалып қояды. Содан кейін өмірі қалағандай болмай жатқаннан налып, өмірді бос өткізіп жатырмын деген ойға беріліп, бойын қорқыныш пен үрей билей бастайды. Қатарымнан қалып қойдым, жұрт байып жатыр, ал менің жүрісім мынау деп өз-өзін тұқырта береді. Бұл жақсылықтың нышаны емес. Өмірде әр адамның өз ойлағаны, өз қалауы, өз арманы, өз құндылығы болу керек. Құндылық деген сан алуан рухани құндылыққа отбасы, әке-шеше, бала-шаға, ағайын-туыс, етене жақындармен қарым-қатынас, махаббат, өзіңнің біреуге керек екеніңді сезіну, дос құрбы, тіпті бірге қызмет ететін әріптестер мен ұжымды қосуға болады. Материалдық құндылық, ақша, жайлы өмір, қаржылық мүмкіндік, тұрақты табыс, қызметте өсу, лауазымға, атаққа ие болу, қолыңнан бірдеңе келетінін сезіну, хобби, яғни сүйікті ісіңмен айналысу, жан рахатын сыйлайтын іспен айналысу, бизнес, кәсіпкерлік, қарым-қатынас, таланттарыңды ашу. Міне, мұның бәрі адам өзін толыққанды тұлға сезіну үшін керек. Демек, бұлар да құндылыққа жатады. Одан бөлек білім алу, бір кәсіпті меңгеру, тұлға ретінде даму, жетілу бар. Бірінші байлық – денсаулық. Деннің саулығы мен тәннің саулығы да құндылық қатарында. Әсіресе қыз-келіншектер үшін тәнін таза ұстау, барынша әдемі тартымды болуға тырысу, өзіне көңіл бөлу, спортпен айналысу сияқты құндылық қажет.
Сіз үшін қай құндылықтың маңызы зор? Бір парақ қағазға соның бәрін тізіп жазып шығыңыз. Жазбаш бұрын, мен өмірімде кімді, нені жақсы көремін? Мен үшін не қымбат? Өмірде ең алдымен нені бағалаймын деген сұрақтарға шынайы жауап беру керек. Ең маңызды құндылықтарды жазып, ол қағазды әрірек қоя тұрыңыз. Сосын ойыңызды басқа жаққа бұрып, шамалы уақыт демалғаннан кейін жаңағы жазбаңызды қайта қолға алып, тізімнен сіз үшін бәрінен де ең маңызды деген шамамен 10-12 құндылықты қоршап, қалғанын сызып тастаңыз. Маңызды деген 10 шақты құндылықты анықтап алғаннан кейін, қаласаңыз тізімді тағы да қысқарта аласыз. Бәлкім сіз үшін маңызды 6-7 ғана құндылық бар шығар. Одан кейін анықтаған әр құндылық туралы терең ойланып көріңіз. Сосын олардың өміріңізден алатын орнына қарай бірінші, екінші, үшінші деп реттік санмен орналастырып шығыңыз. Кейде біз ең бастапқы, яғни бірінші орынға қай құндылықты қоярымызды білмей дал боламыз. Ондай кезде өмірімде осы құндылықтардың қайсынан бас тартуым қиын, мен үшін қайсынан айырылу қиын деп сұрап көріңіз. Сонда жүрегіңіздің ішкі түйсігіңіздің өзі жауап береді. Неден бас тарта алмайсыз? Неден айырылғыңыз келмейді? Қандай құндылықсыз өмір сүре алмайсыз? Тіпті одан айырылуды ойлаудың өзі сіз үшін қорқынышты болса, соны бірінші орынға шығарасыз. Өзіңізді қай кезде қандай жағдайда шексіз бақытты сезіндіңіз? Дәл сол жағдайларда неліктен бақыттан басыңыз айналып, кеудеңізді қуаныш кернеді? Ойланып көріңізші. Демек, сол үшін тым қымбат. Сізді дәл сол нәрсе бақытты етеді деген сөз. Құндылықты анықтаудың мұндай да жолы бар. Сізді басқа адамдардың бойынан, өмірінен не қызықтырады? Не нәрсе сізді таңғалдырады? Ештеңеге таңғалмайтын адам өмірді қадірлей алмайды деген де сөз бар. Міне, осындай ойлармен сіз жеке құндылық жүйеңізді анықтай аласыз. Мысал ретінде өзіңіз күнделікті өмірін, тіршілігін тамашалап жүрген блогерлерді алайықшы. Әлеуметтік желіде қандай парақшаға жазылып, кімді оқып жүргеніңізді саралап көріңіз. Олардың насихаттап, көрсетіп, айтып жүрген қандай құндылықтары сізді бейжай қалдырмайды. Жазылған соң, ол парақша иесі сізді қызықтырады деген сөз. Несімен қызықтырады? Соған қарап, олардың қай құндылығы сіздің құндылықпен сәйкес келетінін түсінесіз. Сізде не нәрсенің болғанын қалайсыз? Қандай мақсатқа қол жеткізу маңызды? Не нәрсеге иелік еткіңіз келеді? Жалпы кім болғыңыз келеді? Қандай қасиет, нендей қабілетті меңгергіңіз келеді? Өмірде қандай сезімдерді бастан өткеріп сезінгіңіз келеді? Уақытты қалай өткізгіңіз келеді? Діттеген мақсат мұратыңыз бен арман тілегіңіз қандай? Осы сұрақтар аясында бәріміз де жауап іздейміз. Міне сол үшін сауалдарды да тізіп жазып, соған жеке-жеке жауап беру арқылы өзіңізге не қажет екенін түсінуге болады. Біз өмірде қолданбайтын, бірақ соған жеткіміз келетін құндылықтар бар. Мұндай кезде ол құндылық маған не үшін керек? Өмірде оны қай жерде қалай пайдаланамын деп ойланасыз. Мәселен, құндылығыңызға сай жаңаша бір іс, кәсіп ойлап табуыңыз мүмкін. Сонда ол кәсіп сіздің өміріңізді саналы бір өзгеріске бағыттауы әбден мүмкін. Адам қалауындағы іспен шұғылданса, өмірі мағыналы бола бастайды. Кәсібі өзіне жақын болған соң, адамның ынта-ықыласы зорая береді. Сонда өмір сүрудің өзі жаңа бір деңгейге көтеріледі. Шын ықыласпен атқарылған істің наны тәтті, өйткені ол маңдай тердің наны. Өзіңді бағалау. Кемшіліктер үшін өзіңізді аяй бастасаңыз, әлсіз адамға айналасыз. Адамның өзін-өзі бағалау қасиетін қалыптастыру өте маңызды. Өз қадірін білмеген ер қадірін білмейді деп қазақта. Айналаға қарасаңыз, өзінің бағасын білмей жүргендер қаншама. Бұл адамның өзін таппауынан, ішкі мүмкіндіктерін тани алмауынан шығады. Адамның өзін-өзі бағалауы әуелі өзін түсініп, өзін бір қалпымен қабылдап, даралығына баға бере білуі. Бағаңды кемітіп немесе арттырып қою емес, өз-өзіңе іштей әділ болу. Жеке қасиет, мүмкіндік пен қабілетті бағалай білу. Бұл жерде кемшіліктер мен жетіспей тұрған тұстарыңыз, қателіктеріңіз де ескеріледі. Әркім өзін іштей жақсы біледі. Өмір салтыңызға, тіршілігіңізге қарап та бағалауға болады.
Өзгені алдағанмен өзіңізді алдай алмайсыз. Сондықтан өзіңізге адал болсаңыз, беретін бағаңыз да шынайы болады. Өзіңізді төмен бағаласаңыз, оның түпкі себебі өзіңізді жақсы көре алмау. Өзіңізге көңіліңіз толмауы, өзіңізді қабылдай алмауыңыз немесе тым жоғары талап қою осыған жатады. Көбіне қыз-келіншектер сыртқы келбетіне көңіл толмай жатады. Толықпын, аяғым қисық, көзім кішкентай деген сияқты сыртқы сұлулыққа қатысты дүниелермен бағалайды. Бұл бала кезден қалыптасқан комплекс болуы да мүмкін. Балаға ата-анасы қолынан ештеңе келмейді дей берсе, ол баланың өзіне сенімі төмен болады. Өзіңізге деген құрметті арттыру үшін әр адам жеке бір әлем екенін түсініңіз. Бір-бірімізге ұқсауға тиіс емеспіз. Әрқайсымыздың артықшылығымыз да кемшілігіміз де жетеді. Сондықтан өзіңіздің тек кемшін тұстарыңызды көруді доғарыңыз. Сіз біреуге ұнамасаңыз да, енді біреу өмірін сізсіз елестете алмауы мүмкін. Кемшіліктер үшін өзіңізді аяй бастасаңыз, әлсіз адамға айналасыз. Өзін бағаламаған адамды өзгелер де құрметтемейді. Өміріңізді өзгенікімен салыстыру жақсылыққа жеткізбейді. Бүгінгі өзіңізді кешегі өзіңізбен ғана салыстырыңыз. Кеше қандай болдыңыз, бүгін қандайсыз? Кешегіден өстіңіз бе, дамыдыңыз ба, жақсардыңыз ба? Міне осыған мән беріңіз. Шәкәрім атамыз өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше деген екен. Әлдебір оң өзгерістерге қолыңыз жете қалса, оны да жазып отырыңыз. Жазған сайын көп іс атқаруға ынтаңыз да арта түседі. Өзін өзі жоғары бағалаудың тағы бір жолы билеу. Билей беріңіз. Би орынсыз ұяла беруден, болмайтын жерде қысылудан арылтады. Би кезінде адамның қимылы еркін бола бастаған сайын, ол өзін сенімді сезінеді. Бағаңызды өсіру үшін өзіңізді ара-тұра мақтап тұруда артық болмайды. Жалқаулық басып тұрса да, бір кішігірім істі жасағаныңыз үшін өзіңізді мақтап қойыңыз. Жетістік күнделігін бастауға болады. Күнделікке кішігірім жетістіктерді жазып отырыңыз. Уақыт өте келе өзіңізге көзқарасыңыз өзгере бастағанын байқайсыз. Жаныңыз қалайтын сүйікті іспен айналысу да оң нәтиже бермек. Беломыртқаның қисайып, адамның бүкірейіп жүруі де өзінің бағасын білмеуін, өзін төмен бағалауын білдіреді. Сол үшін бойыңызды тіктеп, арнайы жаттығулар жасаңыз. Өзімді бар болмысыммен осы қалпымда қабылдау үшін керек деген сұраққа жауап беріңіз. Өзіңізді сенімді ұстау үшін не жетіспейтінін анықтаңыз. Қандай сұрақ қойсаңыз да жауабы ішіңізде. Өзіңізбен осылай сұрақ қою арқылы жұмыс істеңіз. Көп кешікпей нәтижесін көресіз. Адамның өзін бағалай білмеуі балалық шақтан басталады. Бірақ ол үшін әке-шешемізді не басқа адамдарды кінәлаудың қажеті жоқ. Бұдан былай, соның орнын толтырып, өзіңізді жақсы көруді қолға алу керек. Жүректе бос қалған кеңістікті мейіріммен толтырыңыз. Ешкімнен ештеңе күтпеңіз. Бала кезде жетпей қалған көңілді, махаббатты енді өзіңізге өзіңіз қиыңыз. Бұл өмір тек өзіңізге аманат екенін естен шығармаңыз. Өзіңді бағалау барлық нәрсенің түп тамыры. Адамның өмірі 5 салаға байланысты. Денсаулық, қарым-қатынас, қаржы саласы, өмірде өз орныңызды табу және дін. Егер өзіңізді дұрыс бағаласаңыз, өмірдің осы 5 саласында да тасыңыз өрге домалайды. Мүмкіндігіңіз бен өзгелерден ерекшелігіңізді анықтай алмасаңыз, денсаулық мәселесіне де тиісінше көңіл бөле алмайсыз. Соның салдарынан түрлі ауруға шалдығуыңыз ықтимал. Өзіңізді бағаламасаңыз, тәніңізге көңіл бөлу, спортпен шұғылдану, дұрыс тамақтану, уақытылы ұйықтау сияқты нәрселерге ұмтылуды да ойламайсыз. Мұның бәрін өзін жақсы көретін, сыйлайтын, өзіне тек жақсыны қалайтын, сол игіліктің бәрін қия алатын, яғни өзін жоғары бағалайтын адам ғана жасайды. Қарым-қатынас мәселесінде де біреу күйеуіңіз, әйеліңіз, досыңыз, бауырыңыз, тағы да басқа сатқындық, әділетсіздік жасап сізді сыйламай, бағаңызға жетпей жатса, демек гәп өзіңізде. Әдетте адам сыртқы пікірге, мақтау марапатқа тәуелді болып келеді. Адамдар сізді қолпаштап, мақтап, құрметтеп жатса ғана өзіңізді жақсы көре бастайсыз. Өзімізді бағалауды сыртқы факторға, адамдардың біз туралы пікіріне тәуелді етіп қою дұрыс емес. Ақша мәселесіне келер болсақ,
Кей адамдар ақша үшін өзіне ұнамайтын іспен айналысуға мәжбүр. Ешқандай ләззат сыйламайтын жұмыс істеп, энергиясы мен күш-қуатын, алтын уақытын жақсы көрмейтін қызметке жұмсайды. Бұл өзін толық қабылдамайтын, құны мен бағасын білмейтін адамның әрекеті. Өмірде орнын таппай, өзіне не ұнайтынын білмей, қолынан не келетінін анық түсінбей, адам өзін бағалай алмайды. Ал өзін бағалаған адам ақшаны еш қиналмай табады. Сүйікті ісімен шын жақсы көріп айналысса, табыс ешқайда қашпайды. Әдетте өзінің бағасын білетін адамның қалтасы да бос болмайды. Өмірде орныңды не үшін жаралғаныңды, яғни өзіңді табу мәселесі өзекті. Осынша жасқа келіп, еш жетістікке жетпедім дегенді де өзін бағалау төмен адам айтады. Адамның өзіне берер бағасы оның бұл өмірдегі негізгі мақсатымен тығыз байланысты. Ал Алламен байланысыңыз, жаратқанға құлшылығыңыз мәселесіне келсек, өзін толық қабылдамаған, өз бағасын білмейтін адам Алланы да қабылдай алмайды. Өзінің ішкі потенциалын сезінбей, жүрегін таптаза қалпында сақтай алмағандықтан адам Тәңірінен алыстайды. Ал шын мәнінде адамның о бастағы жүрегі, рухы өзінің жаратушысын еске алмауы, одан алыстауы мүмкін емес. Аллаға құлшылықты жүрекпен сезініп, оны бетіндегі жиналып қалған түрлі өкпе, реніш, ашу-ыза, кек, негатив нәрселерден тазартып, тап-таза сезіммен, ақ ниетпен жасау керек. Сонда адам ретінде өзіне берер бағасы да өседі. Аллаға жақындаған сайын өзімізді де жақсы көре бастаймыз. Өзіңізді қандай деңгейге бағалайсыз? Сіз қанша тұрасыз? Сіздің уақытыңыз қанша тұрады деген сұрақты біреуден естісеңіз, ауыр қабылдауыңыз мүмкін. Ал осы сұрақтарды қорықпай өзіңізге қойып көрсеңіз, шынайы жауап бере аласыз деп ойлаймын. Өйткені өзгені алдағанмен өзіңізді алдай алмайсыз. Пенде болған соң адам көбіне өзін жаратқан Алланың емес, адамның разылығын алуға ұмтылып келетіні бар. Бұған қатысты өз басымнан өткен бір жағдайды айтайын. Біраз жыл бұрын бір той өткізетін болдым. Сонда қонақ есебінде шақырған жақсы көретін кәсіпкер апайым: "Балқия, тойыңды арақ-шарапсыз өткізетін болсаң, мен бармаймын, ренжіме" деп шарт қойды. Шыны керек, ол кісінің тойыма келгенін қатты қаладым. Сол үшін көңілім түсті. Өзім қатты сыйлайтын жасы үлкен кісі еді. Раббым, осы мәселені сен де, адамдар да разы болатындай етіп шешіп берші деп Алладан дұға еттім. Дәріс берген медреседегі ұстаздарымның қай мәселеде де Алланың разылығын аласың ба, әлде сен үшін адамның риза болғаны маңыздырақ па деп айтқаны есіме сарт ете түсті. Сонда қиналған сұрағыма жауап та келді. Кімнің разылығын алуды таңдағанымды өзіңіз де түсінген шығарсыз, қадірлі оқырман. Дегенмен, жақын тартатын адамның да көңілін қалдырғым келмеді. Өмірде мұндай жағдайлар көп кездеседі. Жаңағыдай таңдау жасау қажеттілігі ешкімде де айналып өтпесе керек. Бұл мысал арқылы өзіңіз шеше алмай қиналып тұрған мәселенің шешімін Алладан сұрап үйренгеніңіз дегім келеді. Тойды өзім қалағандай халал етіп жасадым, және апайымда келіп қуанышқа жайылған дастарханның төрінде отырды. Ең қызығы, той біткен соң сол кісі маған: "Арақ-шарапсыз да тойды көңілді өткізуге болады екен ғой, маған қатты ұнады" деп разылығын білдірді. Алланың құдіретіне күмән келтірмеңіз дейтінім осыдан. Бағалаудың бұған қатысты бар деуіңіз мүмкін. Бұл мысал арқылы басқа адамдардың көңілінен шығуға тырысып, солардың ғана разылығын алуға ұмтылу адамның өзіне берер бағасын төмендетеді дегенді айтқым келді. Өзін төмен бағалайтын адам үнемі елден ерекшеленіп, көзге түсіп, өзін көрсеткісі келіп тұрады екен. Көптің бірі болғысы келмейді, еленбей көптің ортасынан көрінбей қалудан қорқады. Демек, басқалардың өзіне таңданып, ерекше атағанын қалап тұрған адамның өзін бағалауы төмен. Кез келген заттың құны болатын іспетті, адамның да бағасы болады. Белгілі бір заттың құны арзан, түрі өндіруге кеткен қаржы мен шикізаттың сапасына қарай өндіруші оның өзінің құнын белгілейді.
Қымбат заттың құнын төмендете алмайсыз, себебі ол арзан болса, сапасы да төмен, ал қымбат болса, сапасы жақсырақ дегенді білдіреді. Мұнымен келіспеске амалыңыз жоқ. Адам да дәл солай. Егер өзіңізді жақсы көрмесеңіз, өзіңізге берер бағаңыз төмен болса, онда басқалар келіп сіздің бағаңызды көтермейді. Өзіңізге берген бағаңызбен өзгелер де келіседі. Сондықтан бағаларыңызды біліңіз. Белгілі бір затты оның дәл сондай басқа түрімен салыстыра отырып, бір нақты бағасын шығаруға болар. Ал Алланың жаратқан шебер туындысы адамға бір баға беріп, оның мүмкіндігі мен қабілетін шектеп тастауға әсте болмас. Сондықтан өзіңізге баға берер, өзгемен салыстырмаңыз. Тек өзіңізге тән ерекшеліктер мен мүмкіндіктер негізінде ғана бағалаңызды біліңіз. Үнемі маған осы да бола береді, мен сонша кіммін деп өзіңізді кемсітіп, кежегеніңіз кері тартып, төмендете беретін болсаңыз, онда басқалардан да жоғары бағалауды күтпеңіз. Өзіңізді жауһар тасқа теңесеңіз, бағалысыз, ал егер әншейін бір шүберекке басаңыз, құныңыз төмен. Адамның өзін бағалауы өткен өмірін, кеткен қателік кемшілігін, сәтсіздіктері мен күнәлары мен бүтіндей қабылдаудан басталады. Алдымен бүтін болмысыңызды қабылдаңыз. Алла берген түр сипатымен жақсы көріңіз. Өзіңізді жақсы көру деген өзіңе бар жақсына рұқсат ету. Яғни өзіңді сыйлау деген сөз. Өзіңізді сыйламасаңыз, өзгеден сый дәметпеңіз. Шешім. Бағамызды қалай көтереміз? Әуелі айналаңыздың сізге деген қарым-қатынасы өзіңізді көрсететін айна екенін ұғыныңыз. Жақыныңыз, жұбайыңыз, балаңыз, досыңыз сізге көңіл бөлуге уақыт таппай, өтінішіңізге қол сілтеп, немқұрайлық танытты делік. Демек, ішіңізге үңілуге уақыт таппай, өзіңізден қашып, немқұрайлы қарап жүрсіз деген сөз. Ақ қағаз алып, мені не қуантады деп жазыңыз. Көңіліңізді не көтеретінін ойланыңыз. Ләззат сыйлап, аз да болса қуаныш сыйлайтын нәрселерді тізіп жазыңыз. Солардың ішінен дәл қазір жасай алатыныңызды жеке белгілеп алыңыз. Қарапайым бірақ нәтижесі бар тапсырма. Өзгеге емес, өзіңізге ұнайтын істерді көбірек жасаған сайын көңіліңіз көтеріліп, өзіңізді жақсы көріп, ең бастысы өзіңізге деген құрметіңіз бен бағаңыз артады. Өзімізді бірінші орынға қойып, жанымыздың қалауын жасауды үйренейік. Мұсылман кісілерде адамның өзін шектен тыс жақсы көруі тәкаппарлықты күшейтеді деген қорқыныш болады. Алайда, адамның өзіне деген махаббатын арттырудың артында ешқандай жаман нәрсе жоқ. Махаббат пен сүйіспеншілік көбейген кезде, сізді осындай үздік туынды етіп жаратқан Құдайға деген махаббатыңыз артады. Кез келген бір дүниеге қызығып, таң қалып, ұнатқан кезімізде сол затты жасаған авторға да құрметпен, сүйіспеншілікпен қараймыз ғой. Бұл да сол сияқты. Өзіңді бағалау мен Аллаға деген махаббат тығыз байланысты. Құнсыздандырудың алдын алу үшін осы күнге дейінгі жеңісті кішкентай болса да жеткен жетістікті түгел жазып шығыңыз. Ең болмаса, кейінгі бір жыл ішінде өзіңізді не үшін сыйлап, қандай іс-әрекетіңіз, не бастамаңыз үшін мақтай алатыныңызды қағазға түсіріңіз. Осы тізім көбейген сайын өзіңізге деген сый құрметіңіз бен бағаңыз да көтеріледі. Міне сол кезде қоршаған ортада сізге деген қарым-қатынас жақсы жағына қарай өзгеретінін байқайсыз. Өзгенің сізді қорлауына, кемсітуіне жол бермеудің жалғыз әрі дұрыс жолы өз бағаңызды көтеру. Кезінде менің де өзімді бағалауым төмен болып, басқаларға дәлелдеу үшін жанымды салып тырысып бақтым. Кейін өзгелер үшін емес, өзім үшін бағалауым қажет екенін түсініп, ішкі жан дүниеме, өзімді іштей бағалауыма көңіл бөле бастадым. Бұл оңай шаруа емес. Сол үшін оқырмандарыма айнаға қарап отырып, өзіңмен сөйлесу техникасын ұсынамын. Өзіңмен еш бүкпесіз, ақтарыла сырласу арқылы болмысыңызды бұрын-соңды сезінбегендей сезінесіз. Ішкі әлеміңізге үңілесіз. Осыны әдетке айналдырсаңыз, бірте-бірте айнаға қараған сайын өзгелеріңізді бұрынғыдан жақсырақ өзіңізді көрсетесіз. Сол сияқты күні бойы көңіліңізді не көтеретінін бақылап, не нәрсе ұнайтынын анықтаңыз. Бұны да әдетке айналдырсаңыз, уақыт өте келе өзіңізді бағалау деңгейіңіз көтеріледі. Ішкі күйіңізді бақылауды тоқтатпасаңыз,
көп кешіктірмей нәтижеде болады. Адамның ештеңені сезінбеуі, ештеңеге қуанбауы, еш нәрсені ұнатпауы мүмкін емес қой. Бар болғаны өшіп қалған сезімдерді ояту керек. Бәрінен қалып қойған сияқтымын. 1. Алламен байланыс. 2. Өзіңді тану. 3. Ақша. 4. Денсаулық. 5. Қарым-қатынас. Осы 5 салада ішкі діңгегіңіз, өзіңізді бағалауыңыз лайықты орында болса, 5 салада да жолыңыз жеңіл болмақ. Өзіңізді бағалауыңыз төмен болса, ол денсаулықтан бірден байқалады. Адамның өзін іштей бағалауы төмен болса, айналадағы адамдар да соған ықпал етіп, ішкі құндылығын түсіре береді. Жағдайы жақсы біреуге тамсанып, ол нәрсе өзімнің қолымнан келмейді деп есептесе, ол ішкі құндылықтың төмендегінен. Қарым-қатынас та, денсаулық та осындай. Денсаулықтың ең маңызды 3 діңгегі дұрыс тамақтану, ұйқы, қимыл-қозғалыс. Осы 3 нәрсе біздің денсаулығымызға қатты әсер етеді. Одан кейінгі сала өзіңді табу. Өзін бағалай білмеген адам өзін танымайды. Содан барып, өзіне не қалайтынын білмейді. Дүкенде 2 сағат тұр делік. Екеуі ұқсас, бірақ бағасы 2 түрлі. Ақшамыз қай сағатқа жетсе, соны сатып аламыз. Дәл сол секілді, өзімізге де баға қоя аламыз. Мен әншейін қол сүртетін шүберекпін. Мен бриллиантпын. Мен Алланың сүйген жаратылысымын. Өзіңізге қандай баға қойсаңыз, айналаңыз сондай қарым-қатынас жасайды. Өзіңізді шүберекке теңесеңіз, адамдар аяғын сүртіп өтеді. Ал бриллиантқа баласаңыз, оған сүйсініп қарайды. Мен бриллиантпын деп тілмен ғана айтып, оған ішкі жан дүниеңіз үйлеспей тұрса да бекер. Сөзбен емес, іспен дәлелдеңіз. Ішкі құндылықты арттырғанда айналаңыз да солай қарым-қатынас жасайды. Мотивацияны неге біреуден аламыз? Айқын және жеке мақсатымыз жоқ. Құштарлығымыз кем. Отбасының, бастықтың, әріптестің тілегін орындап жүре береміз. Өзіміздің тілегіміз жоқ. Адам өзімен жұмыс істеген сайын ішкі құндылығы арта бермек. Адамның дамуы 4 сатыдан тану, табу, даму, сүюден тұрады. Өзімізді тануға көп күш жұмсаған сайын табу оңайға түседі. Ал өзімізді тауып, ненің керек емес екенін білгенде даму сатысына көтерілеміз. Ал дамыған кезде сүю оңай. Даму сатысына көтерілеміз. Ал дамыған кезде сүю оңай. Өзіңді тану, Алла тағаланың берген өлшеусіз ғұмырында өзімізді емес, өзгені тануға көп уақыт жұмсайтынымызды байқаймыз. Ал тани түскен сайын іштегі жақұтымызды шығарамыз. Басқалар бізге қарағанда жақсырақ білетін сияқты. Өзіңізді басқалармен салыстыру тығырыққа тірейтін ең жаман әдеттің бірі. Өзіңізбен салыстыратын жалғыз адам өзіңіз. Мысалы, өткен айда қандай едіңіз? Қазір қандайсыз? Былтыр қандай болдыңыз? Биыл қандайсыз? Осыны миыңызға орнатқанда өзгемен салыстыруды қоясыз. Кімде-кімнің 2 күн бір-біріне ұқсаса, ол адам шағында деген хадис бар. Ол не деген сөз? Әр күні білім алуға талпынсаңыз, кеше білмеген нәрсені бүгін білесіз. Сонда бүгініңіз кешегі күнге ұқсамайды. Тек осы бір жолмен ғана жетістікке жетуге болады деп ойлау, әлемдегі ең төменгі шығын, ақша. Ал біз оны құнды шығынға айналдырып алдық. Ең құнды шығын уақыт, содан кейін жүйкеңіз, ең қымбат білім. Біз неге өзімізді артта қалғандай сезінеміз? Неге өзімізді басқалармен салыстыра береміз? Басқаның бізге қарағанда жетістігі көп деп ойлаймыз. Өзін артқа тарта беретін адаммен жұмыс істеу қиын. Олай етсеңіз, айналадағы адамдар сізден қаша бастайды. Басқалар істегенді сіз де істей аласыз. Өзіне сенбеу, адам өзіне сенбей тұрса, айналасы оған қалай сенбек? Күйеуін қызғанатын әйелдердің өзіне сенімі өте төмен болады. Менен әдемі әйел жолығып, мені тастап кетіп қалама деген үреймен жүреді. Әйел өзіне сенімді болғанда, ондай үрей болмайды. Өзіне арқа сүйей алмайды. Пендеге бір Алланың өзі жеткілікті. Жұрт мені керек кезде ғана іздейді деп ойласаңыз, олар шынымен де солай етеді. Басқа адамдарға емес, Аллаға ғана арқа сүйесеңіз, ол сізді тастап кетпейді. Жаныңыз жараланып жүрген болса, Алла маған жеткілікті дұғасын айтып жүріңіз.
өзін авторитет санамайды. Көпшілік үшін өзгенің пікірі маңызды. Біреумен кездесуге барар кезде оған айтарлықтай дайындалып, рең басымызды түзеп барамыз. Ал өзімізге келгенде кертартпа боп шыға келеміз. Өзіңізге басқалармен кездесуге барар кездегі дайындықты арнаңыз. Айналаңыз күле қарауы мүмкін. Бірақ бұл дамудың кезеңдері. Өз құндылығымызды, бағамызды білмейміз. Өзімізді бағалауымыз өте төмен. Адам мотивацияны сырттан алса, онда соған тәуелді болып қалады. Тренингтерге барып керемет болып жүреміз де, бір аптадан соң желі шыққан доптай болып босап қаламыз. Өйткені сырттағы мотивацияға үйреніп қалғанбыз. Сондықтан ішкі мотивацияны өзіңізге байлаңыз. Алла тағала адамды өмір бойы қиындықпен күресу үшін жаратқан жоқ. Дін саласында жүрген бір ғалымның алдында барғанымда, ол бұл өмірдегі ең үлкен мақсатың не деп сұрайды. Оны мұны айтып кеттік. Сонда ол, егер артыма ұрпақ қалдырсам, соны бағып қақсам десеңіз қателесесіз. Хайуан да артына төлін қалдырады деді. Адамзат баласының жаратылуындағы ең басты мақсаты ешқашан естен шығармаңыз. Адамдар мен жындарды құлшылық ету үшін ғана жараттым. Ал құлшылықтың ішінде көп мағына бар. Адам өзін өзгемен салыстыруды доғарғанда, өзін бағалауы көтеріліп, өзіне есеп беруді үйренеді. Бұл ішкі құндылығын саралауға бейімдейді. Бүгін не бітірдім? Ертең не бітіремін? Мидың қозғаушы күші қажетті сұрақтарға байланады. Өзін таныған адам даралығына баса мән беріп, соны дамытса, жетілдірсе, өмірдің мәнін сезінеді. Міне нағыз мотивация сол. Осыны түсінген адам өзінің дара жолын тапқан соң ешкімнен ешқашан қалып қоймайтынына көзі анық жетеді.